Бүгінгі видеода етеккір циклі туралы айтатын боламыз. Етеккір циклі, яғни менструациялық цикл, менструация латын тілінен аударғанда ай сайынғы, айлық деген мағынаны білдіреді. Яғни барлық қыз балаларда, әйел балаларда табиғи физиологиялық түрде болатын, ай сайын келіп тұратын құбылыс. Ол етеккір циклі негізгі міндеті әйел адам дүниеге, қыз баласы дүниеге келген уақытта оның негізгі парызы ана болу болып табылады. Негізгі міндеті осы ана болу. Ал етеккір циклі кезінде ай сайын аналық безден жұмыртқа жасуша жетіліп шығады және ол ұрықтануға дайындалады. Сол кезде жатырдың ішкі қабаты, эндометрий қабатында өзгерістер пайда болады. Яғни ол жер ұрықтанған жұмыртқа жасушасының жұмыртқа клеткасына ыңғайлы орта түседі. Ал овуляция болып, бірақ ұрықтану болмаған жағдайда осы жатырдың ішкі эндометрий қабаты сылынып түсіп қалады. Осы кез бізге етеккір болып келеді. Біз етеккір циклі дегенді тек бастапқы етеккір келген 5-6 күнді ғана есептемейміз. Етеккір цикл дегеніміз, яғни цикл деп өзі айтып тұр, яғни айналым. Ол етеккір циклінің бірінші күні ең бірінші етеккір келген күннен бастап саналады. Яғни мейлі шығып келсін, ол кішкене болып келсін, сол күн ең бірінші күн деп аталады. Ал етеккір циклінің ең соңғы күні ол келесі келетін етеккір циклінің бірінші күнімен аяқталады. Яғни бұл аралық әрбір қыз баласының өзіне байланысты әртүрлі жеке индивидуальны болады. Яғни біреуде 21 күн, біреуде 24 күн, ал кейбіреуінде 38 күнді құрайды. Қалыпты жағдайда 21 мен 38 күннің аралығында болады. Бұны кейбір қыз балалар менде айына 2 рет келді деуі мүмкін. Немесе етеккір циклі 38 күнді құрайтындар менде 2 айда 1 рет келеді деп ойлап қалуы мүмкін. Бірақ оның бәрін дұрыстап календарға, күнтізбеге белгілеп санап отыру қажет. Ал қалыпты жағдайда көбіне 70% әйелдерде етеккір циклі 28 күнді құрайды. Осыған байланысты етеккір циклі дегеніміз ол, яғни әйел адамның барлық өмірі, түгел өмір, ай сайынғы өмірі. Осы етеккір циклінің әртүрлі кезеңдеріне байланысты әйел адамдардың көңіл күйі өзгеріп тұрады, стрессті қалай қабылдауы, стресске бейімділігі, тамаққа тәбетінің жоғарылауы, тамаққа тәбетінің төмендеуі барлық осы етеккір циклінің кезеңдеріне байланысты. Яғни бұл тек сіз ойлаған бастапқы 5-6 күн ғана емес, келесі етеккір циклі сөйтіп жалғасып кете береді. Сол аралықтағы сіздің өміріңіз болып табылады. Бұл кезеңдерде тек сіздің ішкі сезімдеріңіз ғана емес, сонымен қатар сыртқы келбетіңізде де, түріңізде де өзгерістер болып жатады. Ең алғашқы етеккір келуі ол менархия деп аталады. Ол менархия 10 мен 16 жас аралығында келуі қалыпты болып табылады. Егер сізде менархия 8 жаста немесе 17 жаста келетін болса, ол сіздің гинекологқа баруға көрсеткішіңіз болып табылады. Етеккірдің кеш келуі көбіне жаңағы қалқанша безінің, гипофиздің, бүйрек үсті безінің, аналық бездерінің жұмысында бір ауытқу бар дегенді білдіреді. Және ең алғаш осы етеккір келген кезде ол бірден тұрақты болып кетпейді. Көбіне оның аралығы 20 мен 50 күнге дейін өзгеріп тұрады. Яғни бұл кезде қыз балаларға ең алғашқы етеккір келгеннен бастап 3 жыл бойы етеккір циклінің реттелуіне біз уақыт бере аламыз. Яғни ол кезде 1 жылда 4 рет қана етеккір цикл болса, ол да қалыпты болып саналады. Ал етеккір циклі тұрақталған адам әйелдерде, қыз балаларында 1 жылда 9 рет етеккір циклі келу қажет. Яғни бұл жаңа айтып кеткендей етеккір циклінің күндеріне байланысты. 38 күн болса аралығы, ол кезде кем дегенде осы 1 айда 9 етеккір циклі болу қажет. Одан кейін етеккірдің күні. Бұл етеккір күні қалыпты жағдайда 3 пен 8 күннің аралығында болады.
кейбір деректерде 9 күн деп те айтып жатады. Егер сізде 10 күннен аса келіп жататын болса, онда сіз міндетті түрде гинекологқа қаралып тексерілуіңіз қажетсіз. Қалыпты жағдайда 8 күнге дейін келу қажет. Одан кейін мөлшері. Яғни етеккір келген кезде оның мөлшері 5 милден 80 милге дейін болып тұрады. Яғни ең алғашқы көп келуі бастапқы 1-ші, 2-ші, 3-ші күндері көп келеді, қалған күндері аз-аздап келеді. Бұл шамамен 2-3 шай қасықтан бастап жарты стаканға дейін ғана мөлшерде келеді. Бірақ бізге ол көп келетін сияқты болып көрінуі ол қалыпты жағдай. Яғни бір күнде 2, әрі кетсе 3 төсенішті ауыстыру осы қалыпты болып табылады. Одан кейін біз бір орында көп отырып қалған кезде, немесе ұзақ уақыт жатып қалған кезде, сол кезде тұратын болсақ, ол кезде қанның ұйып қалуы, немесе құйылып келуі бұл да қалыпты. Және етеккірдің бастапқы күні мен соңғы күндерінде түсінің қоңыр түсті болуы ол да қалыпты болып саналады. Одан кейін ауырсыну. Қалыпты жағдайда бел аймағының, іш аймағының осы етеккір келудің бір күн бұрын немесе етеккір циклінің бастапқы күндері аздап ауырсынуы ол қалыпты болып табылады. Бұл простагландиндердің бөлінуінің әсерінен ауырсыну пайда болады. Ал қатты ауырсынып, сіз бүктеліп жатып қалсаңыз, дәрі ішпей шыдай алмайтын болсаңыз, онда бұл ауырсыну патологиялық жағдай, яғни дисменория деп айтылады. Оның өзінің біріншілік және екіншілік деген түрлері бар, бірақ бұл туралы алдағы видеоларда айтатын боламыз. Бірақ осы ауырсыну кезінде дәріге құмартудың қажеті жоқ. Егер сіз жүктілікті жоспарлайтын болсаңыз, онда ибуфен сияқты дәрілерді жиі қолдану ол овуляцияны басып тастайды. Сонымен қатар стресстік жағдайлар. Бізде аналық безінің дамуы тек соңғы 2 аптада ғана емес, ол аналық безінің дамуы 6 ай бойы жүреді. Яғни сіз 6 ай бұрын, 4-5 ай бұрын қатты стресске түсетін болсаңыз, оның өзі сіздің алдағы уақытта овуляцияның болмауына, осы етеккір циклінің бұзылуына өзінің әсерін тигізеді. Етеккір циклі кезінде көбіне жиі жуынып, тазалық сақтап, әрбір 4 сағат сайын төсеніштерді ауыстырып тұру қажет. Және бұндай кезде бастапқы 1-ші, 2-ші күндері физикалық күш түсірмеу қажет, бассейндерге бармау қажет, және жыныстық қатынастан сақтану қажет.